Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін сіздерге шағын орама жасап көрсетемін. Міне осы нанның құрамы мына жерде жазылып тұр. Және ішіне салмасына фарш саламыз. Жалпы нанды әдеттегідей манттың нанындай билеп аласыздар. Одан кейін осындай шағын күлшелерге бөліп, жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Нанымызды жайып алғаннан кейін бетіне сұйық маймен барлық жеріне тегізіп біркелкетіп сұйық майды жағып аламыз. Майымыз жағып болдық. Енді фаршымызды саламыз. Фаршты салғанда өте қалың қылып салмаңыздар, себебі ораған кезде арасы тығыз болып кетеді. Жұқа етіп жайыңыздар фаршты неғұрлым. Бұл әдеттегідей құрамы, мантының құрамы сияқты. Мен тек қана жасалу жолын көрсетіп жатырмын сіздерге. Осылай арасына оқтауды салып ораймыз. Екі жағынан шетінен ұстап, ақырындап жылжытып отырып, жиырамыз. Енді оқтауымызды ортасынан алып, екі шетін бекітіп қоямыз. Барлық жасайтын орамаларымызды осылай дайындап аламыз. Одан кейін дайындалған орамамызды, мант товаркамызды майлап саламыз. Осылай барлығын салып аламыз. Салып алғаннан кейін бұны 45 минутқа кәдімгі мантыны қанша уақыт пісіреміз, солайға пісіріп аласыздар. Енді бұны газға қазір осы суым қайнап тұр, орамамды газға қоямын да мен сіздерге құрт жасап көрсетемін. Мінекей құрт езуге қажетті заттар: ұн, суға езілген әбден құрт, күріш және сары май. Міне суда, қазанда қайнап жатқан отымызға күрішімізді салып қоямыз. Күрішіміз ақырындап пісе береді. Өте қатты қайнатпай, орташа отта қайнатамыз. Арасында осылай күрішті былғап қойыңыздар. Міне ол күрішім қайнап жатқан кезде, жаңа көрсеттім ғой видеода алдындағыдай. Осы менде міне 4 қасық ұн, соны салқын суға кәдімгідей ешқандай түйіршік қалдырмай езіп аламын. Жалпы осы құрт езгенде міндетті түрде ұнды шаю керек. Ұнды шайып құйсаңыздар, құрттарыңыз қою әрі дәмді болады. Мен бүгін құртымды сорпаға езейін деп тұрмын. Қазір құртым дайын болған, күрішім дайын болғаннан кейін сорпамды құямын. Мінекей сорпамды дайындап қойдым, және ұнымды шайып осылай араластырып оны дайындап қойдым. Құртым дайын тұр, қазір құртымды сорпаға салып езетін боламын. Күрішім пісті, енді сорпамды қойдым міне. Мен өте көп қазан толтырып жасап жатқан жоқпын, себебі семьямыз шағын болғандықтан бізге осы жеткілікті. Мінекей қайнап жатыр сорпамыз. Бір уақытта 2 тамақ жасалынып жатыр. Ар жақта шағын орамам пісіп жатыр. Енді осы қайнап, сорпамыз қайнағаннан кейін шайып қойған ұнымызды құйып аламыз. Жалпы мөлшеріне қарай істейсіздер. Егер толтырып істеймін десеңіздер, қосатын заттарыңызды көбейтулеріңізге болады.
міне осылай жаңа ұн салғаннан кейін былғаймыз, себебі ол ұн түбіне шөгіп жабысып қалуы мүмкін. Болмаса жаңа түйір болып, түйіршік болып бетіне шығып тұруы мүмкін. Әбден қатты қайнап кеткенше осылай былғап тұрамыз. Мен сіздерге бүгін қолаға жинаймыз ғой құртты, солай даяр құрт ретінде жинаған құртымды езіп көрсетемін. Жалпы алдағы уақыттарда түйір құртты да езіп көрсететін боламын. Міне жаңа құйған сорпамызда ұнымызды осылай қайнатып аламыз, себебі ақырын қайнап жатыр. Себебі ол ұн пісу керек. Енді осы уақытта аралығында осы құртымды дайындаймын. Жалпы енді құртты, бұл даяр құртты салған кезде осы дәмі осындай болады ау деген жалпы мөлшер, өздеріңіздің мөлшерлемеңізбен салыңыздар. Мен бұл жерде 4 қасық қостым. Енді осы қайнап жатқан жаңа ұнымыз қайнағаннан кейін сол даяр сұйық қоспаны құрттың үстіне құйып, қазір еземін. Мінекей қайнап болыңқырап қалды. Құрттың үстіне құйып жатырмыз ыстықтай. Енді жақсылап тұрып езіп аламыз. Құртымызды құйдық, енді қайнатамыз. Құртымыз ақырын қайнап жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді сармайымызды саламыз. Мынау сармай май айында жиналған. Жалпы сармайдың адамның денсаулығына пайдасы өте зор. Қазір қыс мезгілі түсіп келе жатқандықтан құртты жиі ішіп тұрыңыздар деп кеңес берем. Міндетті түрде сармай салып ішіңіздер. Сармай жалпы жөтелген кезде біз сүтке де салып ішеміз, оны құртқа да салып ішеміз. Біздің жөтеліміздің қоюына көптеген себебі бар бұның. Сондықтан сармай салып ішуді кеңес беремін. Әбден осылай құртқа май салып араластырып жүреміз. Енді қарап тұрсаңыздар, жаңа салған май көп сияқты ғой. Бірақ қайнай келе ол май жоқ болып жаңа құртқа сіңіп кетеді. Адамның жүрегіне де тимейді ішкенде. Сармайдың бір құртқа беретін өзіндік бір ерекше дәмі бар. Сондықтан сармай қосамыз. Егер де сармайды ұнатпайтындар болса, үйлеріңізде сармайды салмай қоюларыңызға да болады. Бөлек ыдысқа қойып, кімге ұнайды, сол кісілер салып ішуіне де болады. Міне, құртымыз дайын. Құртты езіп болғанша, әне-міне дегенше
шағын орамамыз да пісті. Ас болсын.